свечамыз танысатын рынокта маңызы өте зор свечамыздың бірі бұл таңғы немесе түнгі жұлдыз, утренняя вечерняя звезда деп айтады. Бұл свечамызды негізі рынокта өте көп кездестіреміз. Бұл трендтің жай ғана бізге свечамыз жай ғана бізге слом бермейді, трендтің бағытын ауыстыратын свеча. Трендтің бағыты дегеніміз бағалар өте қатты құлап келе жатқан кезде осы жерден плюсобразный шығып, свечамыз ары қарай келесі жүрісті жоғары қарай өсіреді. Керісінше бағалар қатты өсіп келе жатқан кезде жоғарғы жақтан плюс шығып, төменге қарай бағаларды құлатады. Яғни тренд дегеніміз ол біздің свечалардың өсу немесе құлағандағы жүрісі. Оны алдағы сабақта да өтіп жатасыздар толықтырып. Сондықтан бұл бүгінгі біздің өтетініміз утренняя және вечерняя звезда. Мысалы, оны графиктен қарайтын болсақ, қараңыздар, мына жерде бізде мысалы мынау тұрған свечамыз, жоғарыдан тұрған мынау тұрған свечамыз, бұл бізде вечерняя звезда. Бағаны былай өсіп келе жатты да бағаны құлатты. Ең астында тұрған мына свечамыз, бұл бізде утренняя звезда. Баға қатты құлап келе жатты да оны өсірді. Мына жерде тұрған свечамыз, бағаны құлатқан свечамыз, бұл вечерняя звезда. Яғни бағалар өсіп келе жатқан кезде құлатты. Мынау жерде тұрған свечамыз, бұл құлап келе жатқан рыноктан бағаны керісінше не істеді? Мына жерде тұрғандардың барлығы мінекей утренняя звезда, яғни бағаларды өсірді. Сол себепті мен бұл слом беретін өте мықты свеча деп айта аламын. Мынауда мысалы утренняя звезда бағаны өсірді. Мынауда утренняя звезда бағаны өсірді. Алдыңғы сабақта сіздер поглашениені білген болсаңыздар, бүгінгі сабақта сіздер осы вечерний және утренний звездамен танысатын боласыздар. Ол не важно, также түсі не важно, оның денесі осындай кішкентай және мынандай плюсобразный келеді. Кейде асты жағы да ұзын болуы мүмкін, үсті жағы да ұзын болуы мүмкін. Мысалы, мынау өте құлап келе жатады ғой рынок. Допустим, рынок былай жатқан кезде қатты құлап келе жатады, мына жақтан. Жоғары жақтан келе жатады ғой бізде құлап. Мысалы, рынок қатты құлап келе жатады. Осы құлап келе жатқан кезде рыногымыз қатты бүйтіп құлап келе жатады. Қатты құлап келе жатқан кезде астынан плюсобразный, не важно, ол жасыл шыға ма, қызыл шыға ма, не важно, плюсобразный немесе мынаусы тым жіңішкеде болып шығуы мүмкін, өте жіңішкеде болып шығуы мүмкін. Осылай шығатын болса, бұл утренняя звезда, таңғы жұлдыз. Также бұл жерде точно бағаның ары қарай өсіретіндігін, өсірмейтіндігін біз мына жоғарғы фитильді денесімен толықтырып жауып, мысалы 5 минуттық свеча толықтырып жапқан кезде осы ары қарай өсетіндігін точно білетін боламыз. Ал егер де мына жерде жаппай қалатын болса, значит ол жоқ. Келесі свечаның не істейміз? Также күтеміз. Келесі свечаның қайда барып толықтыратынын күтеміз. Келесі свечанкын. Мысалы, бір свеча ғана жаппау мүмкін, 2-3 свеча болып та жабуы мүмкін. Керісінше, мына жерде бұл бізде, например, мынау таңғы жұлдыз болатын болса, мына жеріміз бізде таңғы жұлдыз болатын болса, таңғы жұлдыз болатын болса, бұл бізде астынан шығады екен, астынан шығады екен. Неге астынан шығады? Таңғы жұлдыз астынан шығады. Керісінше, түнгі жұлдызымыз бізде үстінен шығады екен. Түнгі жұлдыз үстінен шығады. Ол да плюсобразный, не важно, ол кішкентай бола ма. Яғни, оның денесі жасыл бола ма, қызыл бола ма, также не важно бізде, ол былайынан болуы мүмкін. Также төменгі фитилін
толтырып, егер біз бағаның құлайтындығына мән беріп қарап отыратын болсақ, төменгі жағын толтыратын болса, мына фитильді толтырып кететін болса, значит точно құлайды деген мағынаны береді. Плюс обратно, бұл кішкентай да плюс болуы мүмкін, өте жіңішке плюстар да шығады кейде бізде, сонда плюстар да болуы мүмкін. Мына жерде слом бар, мына жерде слом жоқ также. Неге? Себебі мына фитильді былайынан толтыру керек еді. Осылай толтыратын болса, слом бар деп есептеп, ары қарай бағаның өсетіндігін біз смело көз жеткізіп отыра бере алады екенбіз.